Бәрі жақсы. Күйеуім бар, балаларым бар, қазаным қайнап тұр. Бәрі маған қызыға қарайды. Бірақ неге? Неге мен түнде булығып, өзімді тірідей көмілгендей сезінемін? Неге менің жүрегімді мүлдем бөтен, жасы үлкен бір тәуіптің бір ғана көзқарасы дірілдетіп жіберді? Бүгін мен сіздерге тәнімнің емес, жанымның қиянаты мен шипасы туралы айтып беремін. Сыртынан қараған кез келген адам менің өміріме, отбасыма қызығатыны анық. Артымнан бақытты әйел деседі. Күйеуім жаман адам емес, Құдайға шүкір. Ішпейді, шекпейді, біреудің ала жібін аттамайды. Үйім дейді, балам дейді. Таң атқаннан кеш батқанша қара жұмыс істеп, нәпақамыз бүтін болсын деп тыным білмейді. Дастарханымыз толы, балаларым сап-сау жүгіріп жүр. Бір қарағанда шағымдануға титтей де қақым жоқ сияқты. Бірақ ішімде бірдеңе мүлдем жетіспейді. Және мен бұны ешкімге, тіпті өзіме де толық түсіндіріп бере алмаймын. Кеше бәрі тәтті ұйқыға кеткенде, мен көзімді төбеге қадап сағаттап ойға шомамын. Жүрегіме әлде бір үлкен тас байлап қойғандай төмен қарай тарта береді. Кейде ауа жетпей, тыныс алуым қиындайды. Басым айналып, бүкіл дүние көзіме зындан болып көрінеді. Бұл қандай да бір физикалық ауру емес. Бұл жанның үнсіз ыңырсуы. Күйеуіме жылап тұрып мұңымды айтсам, ол таңырқап бетіме қарайды. Шаршаған шығарсың, қатын. Өзіңді көп қинама, көп ойлана берме. Нең жетпейді өзі? Дейді ол әдеттегі шешімі ретінде. Ол мені түсінбейді. Маған тамақ, киім немесе ақша жетпей тұрған жоқ. Маған жай ғана әйел екенімді сезіну жетіспейді. Азап беріп жүрген нәрсе сондай тереңде, оны ешқандай рентген аппараты, ешқандай талдау көрсете алмайды. Айлар бойы аурухана жағалап сандалдым. Қандай да бір қағаздарға латынша жазып, әлде бір жүйке ауруларын тізіп берді. Үйімнің бір бұрышы дәріханаға айналып кетті. Бірақ ешқандай пайдасы болмады. Дәрілер тек миымды маңқылар, бірақ жанымдағы бостықты толтыра алмас еді. Керісінше өзімді күннен күнге жалғыз, одан сайын ешкімге керексіз әрі түсініксіз сезіне бастадым. Бір күні көршіміз Феруза апай жағдайымды сұрап келді. Жүзімнің солып кеткенін көріп аяды. Оған да ішімдегі нағыз дертімді айта алмадым. Сәл мазам болмай тұр, апай деп көзімді тайдырып, құтыла салдым. Ол болса маған оғаш жымиыспен қарап былай деді. Саған дәрігер емес, тәуіп керек, айналайын. Мәләміздің, ауылдың, жоғарғы жағында, анау ескі үйлерде Салих қария деген кісі бар. Қолы жеңілдейді, жүр. Бір барып көрші, бәлкім дертіңе шипа табарсың. Басында бұл сөзге мән де бермедім. Тәуіп пе? 21 ғасырда қандай да бір шал менің жүйкемді емдей алар ма екен? Деп күліп қойдым. Бірақ түндердегі қорқынышты ұйқысыздық, күндіз бойымды кемірген әлсіздік жаныма батты. Ауа жетпей жатқан балықтай тыпырлай бастадым. Ақыры амалсыздықтан сол Салих ақсақалды іздеп баруға мәжбүр болдым. Жол бойы мың түрлі ойға баттым. Қандай адам екен? Шынымен көмектесе алар ма екен? Әлде кезекті алаяқ ба? Ескі ағаш есікті еріксіз қақтым. Іштен аяқ дыбысы естілді. Есік ашылып, нұрлы, аппақ сақалды, бірақ көздерінде жас жігіттердігіндей өткір, шексіз мейірім ұялаған адам шықты. Оның сырт келбетінен әлде бір ғажайып қуат тарап тұрғанда еді. Ол мені көре сала қабағында шытпады. Кімсің? Деп сұрақтың астына да алмады. Тек сабырлы әрі қоңыр дауыспен. Кір, қызым. Келуіңді күтіп тұр едім деді. Жүрегім шу ете қалды. Қалайша күтіп тұрды? Бірақ оның даусындағы ақылға сыймайтын тыныштық мені еріксіз аула ішіне жетелеп әкелді. Үйі өте қарапайым, едені тақтайдан, бірақ сондай тап-таза ауасында түрлі кептірілген шөптердің, тау гүлдерінің жағымды, хош иісі аңқып тұрды. Мені терезе алдындағы ескі ағаш орындыққа отырғызып, өзі қарсы алдыма жайғасты. Ол ештеңе деместен ұзақ уақыт бойы тура жанымның ең түбіне үңілгендей бетіме қарап қалды. Оның қарасында титтей де сұқтану немесе қауіп жоқ еді. Мен еріксіз ұялып көзімді жерге қададым.
Ал қызым, дертің не? Деді ол. Сондай жұмсақ, сондай еркелететін үнмен. Мен әдеттегідей жаттап алған өлеңдей қылып басымның ауыратынын, жүйкемнің жұқарғанын, жүрегімнің жиі соғатынын тізе бастадым. Бірақ ол күтпеген жерден қолын көтеріп сөзімді бөлді. Жоқ, қызым, сен маған тәніңнің ауруын айтпа. Мен дәрігер емеспін. Сен маған жаныңның, рухыңның дертін айт. Көздерің қанжылап тұр ғой. Неге тілің басқа нәрсені сөйлейді? Осы бір ғана сөйлем жылдар бойы ішімде тас болып жатқан мұзды жарып жібергендей болды. Бейне біреу ашық жарама май жаққандай еді. Мен өзімді жылаудан тоқтата алмадым. Жылдар бойы жиналып қалған ашу-ыза, ешкім түсінбеген сезімдерім, өксігім бәрі көзімнен сел болып ақты. Иығым сілкініп ұзақ жыладым. Ол болса үндемеді. Ол мені жұбатуға, қой, қысылма деген арзан басу айтуға тырыспады. Ол жай ғана үнсіз менің көз жасымның таусылуын, өксігімді басуымды күтіп тұрды. Және білесіз бе, бұл үнсіздік миллиондаған жұбату сөзінен де күштірек, қымбатырақ еді. Мен өмірімде бірінші рет біреудің мені шынымен тыңдап отырғанын, шынымен менің ауруымды өз бойынан өткізіп жатқанын сезіндім. Жылауымды тоқтатқанда, өзімді жылдар бойы иығымда көтеріп жүрген таудан құтылғандай сондай жеңіл сезіндім. Ол ақырын орнынан тұрды. Көне мұқабалы бір кітапты алып, басымның үстінде сыбырлап әлденелерді оқи бастады. Оның жылы тынысы кейде бетімді шарпып өтіп, бүкіл бойыма ғажайып, жылы бір тыныштықпен жағымды діріл тарады. Оның қолы кездейсоқ иығыма, басыма тигенде, қанымның ыстық жүгіргенін сезетімін. Сол күні үйге қалай жеңіл қадамдармен ұшып келгенімді білмеймін. Кешке күйеуім жұмыстан келіп дастархан басында бетіме қарап қалыпты. Иә, бүгін көңіл күйің жақсы ғой. Анау қымбат дәрілерің ақыры әсер етті ме? Деді ол шайын ұрттап. Мен үндемедім. Тек ақырын жымиып қойдым. Оған Салих ақсақал туралы ләм-мим демедім. Бұл менің ғана, тек менің ғана, жеке тыныштық көзім, жасырын сырым болып қалуын қаладым. Күйеуімнің білгенін, бұл пәк сезімді өзінің дөрекі пайымдаулармен ластағанын қаламадым. Содан кейін мен сол ескі аулаға бейне бір сиқырланғандай жиі баратын болдым. Әр кез өзіме түрлі сылтаулар тауып алатынмын. Басым ауырып тұр, белім шаншып тұр. Бірақ іс жүзінде, шын мәнінде маған оның дұға оқығаны да, ашы шөптері де мүлдем керек емес еді. Маған ол керек еді. Оның әңгімесі, оның мені ықыласпен тыңдауы, оның терең әрі мағыналы көзқарасы ауадай қажет болып қалды. Біз шәй үстінде сағаттап сөйлесетінбіз. Мен бүкіл өмірімде ешкімге, тіпті анама да айта алмаған сырларымды, кішкентай қыз күнімдегі армандарымды, қазіргі қорқыныштарымды тек оған айтатынмын. Ол ешқашан менен күлмейтін. Мені ақылсыздықпен айыптамайтын. Ол жай ғана мені көре білді. Ол маған кім екенімді қайтарып берді. Менің тек кір жуатын, тамақ пісіретін машина емес екенімді, тек біреудің әйелі ғана емес, жанында бүкіл бір әлемі бар, нәзік әр, сұлу әйел екенімді есіме салды. Ол менің жылдар бұрын жоғалтып алған және тапталған жанымды тауып алып, оны нәрестені баққандай айлай бастады. Үйде күйеуіммен қалғанымда әңгімеміз тек баға, электр ақысы мен балалардың мектеп киімінен ары аспайтын. Бейне бір біз екі түрлі тілде сөйлейтіндей едік. Ал Салих ақсақал менің қанатым шығатын. Ол маған адам рухы туралы, мен оқымаған кітаптар туралы сыр шертетін. Оның жанында өзімді ең ақылды, ең қажетті әйелдей сезінетінмін. Біртіндеп қарым-қатынасымыздағы көрінбейтін шекара ери бастады. Оның маған тек данагөй, тәуіп ретінде емес, қандай да бір тартымды, өзіне баурап алатын еркек ретінде де ұнай бастағанын үреймен әрі қуанышпен сезе бастадым. Иә, оның жасы менен әлде қайда үлкен, сақал шашы ағарған.
Бірақ ол сондай айбында, сондай таза еді, оның көздеріне қарағанда жүрегім қыннан шығып кетердей болып атқақтайтын. Кейде кесе ұстатып жатып немесе бір кітапты көрсетіп жатқанда, оның қолы кездейсоқ менің саусақтарыма тиіп кетсе, тәнімнен электр тоғы өткендей болып, бүкіл бойымда түсіндіріп болмайтын құштарлыққа толы бір жылу таралатын. Және ол да бұны сезетін. Маған сенуіңізді қалаймын. Ол бұны білетін. Кейде әңгіме арасында үнсіз қалып, ол маған сондай ұзақ әрі сондай жалындап қарайтын. Мен сол көзқарастар астында шамдай еріп кетуге, мүлдем жоқ болып кетуге дайын тұратынмын. Оның көзінде тек мейірім ғана емес, жасырын бір сағыныш және тіпті еркекше бір ұмтылыс бар еді. Бір күні терезеден түсіп тұрған күн нұрында бетіме телміріп тұрып сыбырлады. Білесіз бе, сіз ауру емессіз, сұлуым. Сіз жай ғана ұмытылғансыз. Сіз өз иеңіз тарапынан ұмытылып, назардан тыс қалған бір гүлсіз. Жан дегенің тап бір раушан гүл іспетті. Егер оған тек су беріп, бірақ күн сайын мейіріммен сөйлеспесеңіз, ол ішінен шіріп солып қалады. Бұл сөздер менің жүрегіме найзадай қадалды. Сол күннен бастап арамыздағы бәрі өзгерді. Біз енді шипа іздеп келген науқас пен тәубе емес едік. Біз бір-бірінің жанын толтыратын, рухтары шырмалып кеткен екі адам едік. Оның үйіне қарай жүру мен үшін жай жол емес, нағыз мерекеге айналды. Мен ең әдемі киімдерімді киіп, жүзіме жеңіл бояу жағатынмын. Айнаға қарағанда мен анау шашы қобыраған, мұңды әрі шаршаған келіншекті емес, көздерінде от ойнаған, сүйікті әйелді көретімін. Күйеуім бе? Ол мендегі бұл өзгерістердің бірде-бірін байқамады. Ол үшін маңыздысы көйлегі үтіктелген, тамағы ыстық болса болғаны. Менің ішімде көктем бе, күз бе, қандай дауылдар болып жатыр, оны мүлдем қызықтырмайтын. Мен күнә жасап жүргенімді өте жақсы білемін. Ар ұжданым кейде түнде өзін еске салып. Ақыры сен біреудің адал жарысың, балаларың бар, деп айқайлайды. Бірақ ертесіне күн шығып, Салих ақсақалдың жүзін елестеткенімде ақ бұл азаптар тұман сияқты тарқап кетеді. Неткенмен менің де бір рет, тек бір рет өмірде тірі адамдай, әйелдей өмір сүруге қақым жоқ па? Неткенмен бұл тек қылмыс болса. Қазір оның жанына барғанда ескі ағаш есіктің құлпын ішінен бұрап қоямыз. Біз сағаттап үзілмей сөйлесеміз. Ол менің саусақтарымнан ақырын ұстап, еріне басады, шашымның талдарымен ойнайды. Оның әрбір жанасуы мен үшін азапты дертімнің бірден бір шипасы. Ол мені сондай сөздермен, сондай құштарлы көзқараспен еркелетеді. Мен бұны заңды күйеуімнен өмір бойы естімегенмін және естімесем де керек. Ол менің тәнімді емес, ең алдымен ақылымды, рухымды, менің ойлауымды жақсы көреді. Және біліңіздер, рухы сондай мінсіз қосылған махаббаттың алдында кез келген физикалық жақындық жай ғана екінші дәрежелі қарапайым нәрсе болып қалады екен. Біздің бұл жұмбақ, тыйым салынған, бірақ иләхи махаббатымызды дүниеде ешкім білмейді, және ешкімнің білуі шартта емес. Бұл тек екеуміз ғана тыныс алатын, мен өз жанымның шипасын тапқан жалғыз әлемім. Бәлкім, сіз мені жек көрерсіз. Бірақ ұмытпаңыз, егер күйеуіңіз тек тәніңіздің бүтіндігін қамтамасыз етіп, жаныңыздың тамырларын құрғатып жатса, ол жан бәрібір қашан болмасын басқа біреудің жылуына ұмтыла бастайды. Бұл менің ақ пен қарасы жазылған ақиқатым.